Баршаңызға сәлем. Тез арада дайын болатын бризольді жасап көрсетемін. Каналыма тіркеліп, қоңырауды басып кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге фарш, сыр, жұмыртқа, сүт, чеснок, пияз, дәміне қарай бұрыш және тұз қажет. Бірінші начинкасын жасаймыз. Ол үшін пиязды уақтап тураймыз. Таза ыдысымызға фаршымызды саламыз. Туралған пияз бен сарымсақты салып, қолмен жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз бен қара бұрыш салып, жақсылап қолмен араластырамыз. Сырды үккіштен өткізіп, фаршке салып, қолмен жақсылап тағы да араластырамыз. Начинкамыз дайын, енді құймақ пісіреміз. Ол үшін таза ыдысқа жұмыртқа саламыз. Сүтімізді құямыз. Және дәміне қарай тұз салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Табада майды қыздырып, құймақ пісіреміз. Тек бір жағын пісіреміз. Екінші жағын пісірмейміз, себебі оған қазір начинка саламыз. Құймақтың бір жағын пісіріп алдым. Енді піспеген жағына начинкасын салып, жайып шығамыз. Енді құймағымызды рулет етіп орап шығамыз. Майланған протеинге салып шықтым. Енді 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.